Қарны ашқан, қадір қашқан, шөп таппай сарылып, әбден ашыққан сиырлар қоқсарлап тіпті қаңғыбастың күйін кешіп кеткен. Олардың айтуы бойынша үйдің иелері ас ауқаттарын бермей, омырауындағы сүттердің барлығын шелектеп сауып алып, тіпті ешкіге емізіп қорлайтын көрінеді. Деп мөңіреген сиырлардың мұңын шағып, түйенің қорасын қаққан болатынбыз. Ләммим дейтін жан табылмады, керісінше біздің жейтініміз жанға. Сол себептен бұны үйдің иелері ғана шешеді деп жайбарақат жүр. Ал үйдің иесі болса, дым жоқ, ақша жоқ. Тұрып жатқан паналарының өздері адам төзгісіз, есіктері майысқан, қабырғалары қайысқан, шұрық тесік шатырдан аққан су тіпті қорамызды төбемізге опырып түсеме деп жанымызды шөбірекке түйіп отырамыз дейді. Бетінің суын бес төккен мына малдар. Енді бұл малдардың шөп сабандары келем дегенше полиэтиленді пакетті жиыруына тура келеді. Бақдәулет Сейтжаппаров, Нұркелді Сәдуақасов, Қазақстан ұлттық арнасы, мәселе.